Баршаңызға қайырлы күн, дәмді тағам каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін малдың жүрегінен, өкпесінен, бүйрегінен, ішек қарынан жасалатын керемет деликатесті жасап көрсететін боламын. Немесе жай ғана қуырдақ деп атасақ та болады. Ең алдымен ішек қарнымызды жақсылап қайнатып аламыз. Менде 3 сағат дегенде пісті жұмсақ болып, және де барлығын ішек қарнымызды ұсақтап тураймыз. Біздер енді бұны тоңазытқышта контейнерлерге салып сақтайтын боламыз. Кез келген уақытта, асыққан уақыттарыңызда кез келген гарнирмен жақсылап қосып ас дайындап жіберсеңіздер, өте керемет, жеңіл ас. Келесі кезекте етімізді, өкпемізді, жүрегімізді қосып, барлығын турап, бұл жерде енді мен бауыр турап жатқан жоқпын. Егер сіздер бауыр қосатын болсаңыздар, бұл етке, бүйрекке, өкпеге қосып қуырмайсыздар. Оны бөлек қуыру керек. Алдымен жуамызды турап, жақсылап, қызған майымыздың үстіне салып, қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылған жуамыздың үстіне жаңағы туралған бүткіл еттерімізді салып, өзінің суында пісу керек. Баппен астын жай отта жақсылап қайнатасыздар. Мен ешқандай да су қосқан жоқпын. Жай отта өзінің суы шығып, осылай әдемі болып пісіп жатыр. Және де қалауыңыз бойынша тұзыңызды саласыз. Мен лавр жапырағын салдым. Сіздерде болса, басқа да дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Міне осы орайда жақсылап пісті. Сіз бауыр қосатын болсаңыз, қазір уже піскеннен кейін салып, бір 5-10 минуттан кейін сөндірсеңіз болады. Осындай бізде керемет қуырдақ шықты. Мен енді қуырдағым бөлек, өкпе бауырды бөлек сақтаймын. Сол себепті сіздерге 2 ыдысқа салып көрсетіп тұрмын. Гарнирге қосар кезде аз-аздан екеуінен араластырып салатын боламыз. Көріп тұрғаныңыздай осындай керемет, дәмді қуырдақ шығады. Біздер енді оны тоңазытқышқа барлығын осылай бөлек-бөлек сақтаймыз. Сіздермен болған Айгерім. Менің каналымнан керекті ақпарат алған болсаңыз, мен қуаныштымын. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.